Балаңыздың тілі бірнеше дыбыстарға келмейді ме? Мен саған дәл осы видеода 1-2 минуттың ішінде 3-4 дыбысты қалай қою керек екенін көрсететін боламын. Менің атым Мұңалбаева Дариға Рымғабылқызы. 18 жылдық іс тәжірибесі бар дефектолог, логопед маманымын. Олай болса, кеттік. Алдымен балаға ашулы мысық жаттығуын жасатамыз. Яғни тілімізді көтеріп, тілдің ұшын астыңғы тіске тірейтін боламыз. Және күлімдеуін сұраймыз. Енді ысқырамыз. Жел тістің ортасына шығу керек. Дәл осы артикуляциялық қалыпты біз з дыбыстары қоятын боламыз. Тек қана тамаққа вибрацияны қосатын боламыз. З дыбысы шықты. Енді ш және ж дыбысын қойып көрейік. Ш дыбысын қою үшін кесе жаттығуын жасатамыз. Яғни тілімізді шоңқырлатамыз. Таңдайға апарып көтереміз. Енді күлімдейміз. Ернімізді жинақтаймыз. Ш дыбысы шықты. Яғни бұл кезде де ауа тістің ортасына шығуы тиіс. Дәл осы артикуляциялық қалыпты біз ж дыбысына да жасайтын боламыз. Тек қана тамақта вибрацияны қосамыз. Мінекей, мен сіздерге 1-2 минутта 3-4 дыбысты қалай қою керек екенін үйреттім.